Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен ең дәмді бөлке синнабонды пісіретін боламыз. Ең бірінші қамырын ашытып аламыз. Ол үшін бізге жылы сүтке қантымызды, одан кейін тұзымызды салып араластырамыз. Одан кейін құрғақ аштығымызды қосамыз. Мен бұл жерде 2 шай қасық қостым. Болмаса 1 ас қасық қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып алып, ерітілген сары майымызды қосамыз. Енді 1 жұмыртқамызды салып араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды шетінен қосып араластырамыз. Алдымен қасықпен араластырып, одан кейін қолмен араластырсаңыздар болады. Осындай жұмсақ, қолға жабыспайтындай етіп қамыр илеп, бетін жауып, 1 сағат, 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін тоқтауменен жайып, 4 бұрышты формаға келтіріп аламыз. Ол үшін видеода көрсетілгендей етіп, 4-ке бүктеп қамырды жайсаңыздар болады. Қамырымызды жайып аламыз. Сондан кейін келесі бетіне аударып, ерітілген сары майымызды жағамыз. Бөлме температурасында еріген май болмаса, газға қойып ерітіп алсаңыздар болады. Онан кейін корица қантымызды араластырып, үстіне сүйіп шығамыз. Одан кейін осылай видеода көрсетілгендей етіп, орап алып, рулет формасына келтіреміз. Онан соң видеода көрсетілгендей етіп, осындай жіппен бөліп алсаңыздар болады. Арасын бір-біріне қатты жапсырмай, осылай алыс-алыс қойып аламыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізде 20-25 минут пісіріп аламыз. Бөлкелеріміз пісіп жатқан уақытта сары майымызды, творожный сырымызды, сахарный пудрамызды қосып, араластырып, помадкасын дайындаймыз.
бөпкелерімізді пештен алып, ыстық күйінде үстіне помадкасын жағып шығамыз. Бетіне кез келген посыпка сепсеңіздер болады. Мен вафельный кружка септім. Сіздер өз қалауларыңызша жаңғақ сепсеңіздер де болады. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Жұмсақ, тәтті бөлке шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер.